Армысыңдар достар, анықталған интегралды қолдану атты сабағының алдарыңызда көрсетіліп тұрған тақырыпшасын жалғастырамыз. Осы сабақта Гульден теоремалары туралы айтамыз. Теорема оқып түсініп алыңыздар. Теореманың дәлелдемесі. АБ кесіндісінде үзіліссіз функция графигі берілсін. Осы график бөлігі, яғни қисықтың ауырлық центрі С болсын. Оның ординатасын келесідей белгілейік. Алдыңғы сабақтан ауырлық центрінің ординатасы келесі формуламен есептелетінін білеміз. Пропорцияны қолданып, бұл теңдікті былай көшіріп жазайық. Егер осы доғаны абсцисс осіне қатысты айналдыратын болсақ, келесі айналу бетін аламыз. Ал айналу бетінің ауданы мына формуламен есептелетінін алдыңғы сабақта көрсеткен едік. Осы екі формуланың мына екі бөлігі бірдей екендігін көріп отырмыз. Олай болса, астыңғы формуладағы сары бөлікті жоғарғы формуланың сол жағындағы өрнекпен алмастырайық. Енді мына бір бөлікке назар аударсақ, ол ауырлық центрінің ОХ осіне қатысты айналу жолы болады. Дәлелдеу керегі де осы еді. Теорема оқып түсініп алыңыздар. Теореманың дәлелдемесі. АБ кесіндісінде үзіліссіз болатын f функциясының графигіне сәйкес қисық сызықты трапеция және оның ауырлық центрі берілсін. Осы ауырлық центрінің ординатасын келесідей белгілейік. Алдыңғы сабақтан осы ордината келесі формуламен есептелетінін білеміз. Пропорцияны қолданып, осы теңдікті былай көшіріп жазайық. Көріп отырған қисық сызықты трапецияны абсцисс осіне қатысты айналдырсақ, келесідей дене аламыз. Айналу денесінің көлемі мына формуламен есептелетінін алдыңғы сабақта көрсеттік. Осы екі формуланың мына бөліктері бірдей екендігін көріп отырмыз. Онда екінші формуланың сары бөлігін үстіңгі формуланың сол жағындағы өрнекпен алмастырайық. Қызыл штрихпен ерекшеленген бөлік ауырлық центрінің ОХ осіне қатысты айналу жолы болады. Дәлелдеу керегі де осы еді. Мысал. Координаттық жазықтықта радиусы b болатын шеңбер салайық. Оның центрі координата басынан a қашықтықта болсын. Осы шеңберді ордината осіне қатысты айналдырайық. Нәтижесінде тор шығады. Шеңбер центрі оның және оған сәйкес дөңгелектің ауырлық центрі болады. Сол ауырлық центрінің ординат осін айналғанда жүретін жолын қызыл штрих сызықпен көрсетейік. Оның ұзындығы мына формуламен есептеледі. Онда Гульденнің бірінші теоремасына сәйкес тор бетінің ауданы былай есептеледі. Ал берілген шеңберге сәйкес дөңгелек ауданын есептесек, Гульденнің екінші теоремасын қолданып, тор көлемін табуға болады. Мысал. Координаттық жазықтықта бірінші ширектегі дөңгелек бөлігін салайық. Ауданын есептейік. OY осінің бойында осы фигураны айналдырсақ, келесідей дене аламыз. Сол дененің көлемін есептейік. Гульденнің екінші теоремасы бойынша мынадай теңдік жаза аламыз. Бұл жерде L жазық фигураның ауырлық центрінің ординат осін айналғанда жүрген жолы. Ал нүктеге сәйкес айналу радиусы сол нүктенің абсциссасымен анықталатыны түсінікті. Олай болса, келесідей теңдеу жазайық. Содан ауырлық центрінің абсциссасын табамыз. Жалпы бірінші ширектегі дөңгелек бөлігі бірінші ширек биссектрисасына симметриялы болғандықтан, оның ауырлық центрінің абсциссасы мен ординатасы бірдей болады. Осылайша бірінші ширектегі дөңгелек бөлігінің ауырлық центрінің координаталары табылды. Ауырлық центрін координаттық жазықтықта салуға болады. Алдыңғы сабақта бірінші ширектегі дөңгелек бөлігінің ауырлық центрінің координаталарын басқа жолмен тапқан едік. Бірақ нәтижелері бірдей екендігін тексеріп көрулеріңізге болады. Келесі сабақта инерциялық моменттер туралы айтамыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.